Ular Yuktağına poemasının üzüntü boyunca dramalık koyulunun кейіпкерлері. Ana, balanın anası. Ержүрек батыл, өзінің баласына деген махаббаттан киелі аққұсты атып өлтіргендіктен баласынан да айырылды. Ананың рөліндегі Ниғабаева Аялым. Тәуіп шал, емші, есінен ауысқан адам, баланың ата-анасына өтірік айтты. Тәуіп шалдың рөліндегі Сейтмұрат Олжас. Әке, баланың әкесі, қоян жүрек, ар намысты, құдайшылық жолынан түспеуді жөн көріп, киелі аққұсты атудан бас тартты. Әкенің рөліндегі Оразбеков Жанас. Жылқышы, жылқы бағып жүрген адам, парасатты, ақылды, данышпан. Ол анаға ақыл айтып, оны дұрыс жолға қоюға тырысты. Жылқышының рөліндегі Жаукен Мағжан. Қос аққудың рөліндегі Берікбаева Аяжан, Үсенова Еркежан. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған. Түн күзетіп ана отыр қош жанары, шарасыздан шаршаған жаудыраған. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауын анау шымылдық салбыраған. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр күйін бағып. Қайдағы бір қатыгез сұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Сарқытындай өлімнің қалған қарға, екеу болса дүние арман бар ма? Ара күдік назарын аударады, төрт бүктеліп еденде қалған жарға. Қауіптеніп түндерге таңдар қада, үн шығармай шықса зарлаудана. Мана күндіз тәуіп шал не деп кетті? Әлде өлдіріп, әлде шын демеп кетті. Сондай ғана еркін айрылады. Тұрсаншы, таяу қалды танатуға, неткен жансың санасыз жаратылған. Манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатынан, айналайын аққудың қанатынан. Қайтеміз, ол да адамға бола туған. Таң атқанша қалайда тауға әлі, біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрліктірме жұртынды салма біліп. Кім білсін, мүмкін бәрі жалған ма? Апырай, қалай барам, аққу-құста қалай ғана ата алам. Айдының аққулар ұйықтағанда, өлген ма өскен шырша абайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған, бара алмаймын, қалай барам? Жалғыз ұлдан артық па, жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандар. Перзент сұрап несіне армандадың? Құрысын онсыз сен жанған бақ. Мылтықты әке, атты ертсе, жалған бәрі.
яманы. Жаны сұлу ақеркем ары сұлу. Бір мамығы майысы ауырсыны. Тарағитып тұмсығын тарайды кеп тарайды қауырсын. Құм тұрса да бір түйір ауырсыны. Жаны сұлу ақеркем ары сұлу. Ақ қанатын сабалап асыр салып, бірде суға сүңгиді басын малып. Ойнасын шыр, ойнасын ерке құстар, тыныштығын олардың қашырмалы. Ана отыр озбыр ойлар қамалауда әлдекім табалауда. Аққулар ақ айдынды қалдырды да, тартып кеп ана отырған жағалауға. Шошымай шолжан іскен батырлар, ана отырған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағын топақ болған, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Көргенсіз көл басында мылтық атқан, құстардың зіре құтын шырқыратқан, неғылған қаны пезер құлқы атқан. Бұл маңның ада емес сірада, білейін табайын да бір амалын. Қолымда бар қаруы, құрықпенен ұмтылса қандай амал қыла аламын. Дұрыс болар алыстырып сұраған. Ей, кімсің? Тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңды келгін бері кеудеңде жаның барда. Ей балам, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Айтқанның бәрі өтірік. Атқа мін, ауылға қайт олжаны қой. Білмеймін бағаттың ба, сораттың ба. Аққуға кезенерде ярым жасап, тұн құрыса, саусағыңды қанаттың ба? Жоқ, ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім бартын еді. Әтеуір, аққу атқан, оңбайды. Солай, аманат бір құдайға. Өмір емес, өмірі қораштанған, байқұс ана тірліктен қалас қалған. Келеді ана қарабет қарақшыдай, ел мен жерден бір жола аласталған. Аппақ тұнды көре алмай ақ аспаннан, түн түнекте бейне бір адасқан жан. Ақ төсек, аппақ айдын аққу балы, жаралақ қу секілді жаттың бар. Мына жатқан жетім көл, мына қуды. Өз қолыммен өлтірдім, аттым жана. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешіре көр, жаратқаным. Қазір ботам, мінеки таң атады. Қазір ботам, аққумен ұшықтаймын. Жазыласың құлыным, балапаным, қасиет. О, қасірет осындай мен, сорымның қалыңдығы шашындай мен, қасиет. Бұл шығарманың негізгі түйіні табиғатты қадірлеу, қорғау, оны аялау. Автор аққу бейнесі арқылы бізге нәзіктікті, сұлулықты
адалдықты тәрбиелеп жеткізгісі келді. Дүниеде екі ана бар. Бірі тіршіліктің анасы адам ана, ал екіншісі адамның анасы. Бұл екеуіне де қаталдық көрсетуге болмайды екен. Екеуі де мейірімді. Бірақ біз адамдар кей кезде қатыгездікке, қаталдыққа баратын кездеріміз де болады. Осы поэмада аққуды, осындай қасиетті аққуды атуға итермелеген күш қандай күш? Бұл ананың баласына деген махаббаты мен мейірімі. Ақын Фариза Оңғарсынова Мұқағалидай ақыны бар халық бақытты халық деп айта кеткен. Ал осы сыршыл ақынның шығармашылығымен танысып жүрген біз бақытты ұрпақпыз. Осы ақиық ақын секілді біз де отанымызды қадірлеп, құрметтеп, туған жерімізді сүйіп, ата-анамызды қадірлеп өсе берейік балалар.